Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен 3 жұмыртқадан осындай биік болып шығатын бисквит дайындайтын боламыз. Видео ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Шұңғыл ыдысқа 3 жұмыртқамызды салып, қантымызды салып, ақ көпіршік пайда болғанша миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Кейін үстіне ұнымызды електен өткізіп, жазық жителімізді салып, видеода көрсетілгендей лопатканың көмегімен төменнен жоғарыға көтеру арқылы араластырамыз. Жай араластырсаңыздар, бисквиттің ортасы түсіп кететін болады. Кейін үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды және де сұйық майымызды құйып, шамалы араластырып аламыз. Кейін формаға құятын боламыз. Ол уақытта пешімізді қыздырып қоямыз. Мендегі форманың сантиметрі 18 сантиметр. Қызып тұрған 170 градуста 32-35 минутқа пісіріп аламыз. Кейін осылай төңкеріп қойып суытатын боламыз. Сол кезде бисквитіміздің ортасы түсіп кетпейтін болады. Кейін формадан ажыратып, суыған соң ортасын кесіп, крем жағып, әртүрлі торттар дайындасаңыздар болады. Құрамына какао қоссаңыздар, шоколадный тортты дайындап шыға аласыздар. Видео ұнаса, комментарий қалдырыңыздар. Достарыңызға таратыңыздар, дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.